Бәріне сәлем, сіздермен Гүлхан. Бүгінгі видеода біз балабақша жасындағы балаға күзгі балға арнап астарлы жилет тігетін боламыз. Ендеше бастайық. Ең бірінші бізге негізгі мата, астарлы мата және түсіне сай 3 түйме қажет болады. Неше метр қажеттігін, қандай мата таңдау қажеттігін описание бөліміне жазып қалдырамын. Мен 5 жастағы балаға 110 сантиметрлік 30 өлшемдегі дайын лекаланы алдым. Лекаланы принтерден шығарып, бірінші бетіндегі суретке қарап, барлық парақты жинап жабыстырамыз, қайшымен қиып аламыз. Лекалада жан-жағына 1 см тігіске қосымша қосылған. Маталарды бір үтіктеп алып, екі бүктеп, бүктелген жерге артқы бойды тақап жатқызып, бір дана қиып аламыз. Алдыңғы бойдан 2 дана қиямыз. Астарлы матадан да тура осы бөліктерді қиып шығамыз. Енді тігуді бастаймыз. Алдыңғы артқы бойды иық жағынан тігістерін біріктіріп, қосып түйреп шығамыз. Тігісті екі жаққа қаратып үтіктейміз. Астарлы матадан да тура солай жасаймыз. Енді екі матаны оң жағын бір-біріне қаратып, мойын мен алдыңғы бойды видеодағыдай түйреп, тігін машинасында тігіп аламыз. Тігіс жақсы ашылуы үшін тігіске 2 мм жеткізбей кертіп шығамыз. Сосын қолтық ойындыларында тура солай тігіп аламыз. Қолымызды екі мата ортасына салып, иықтан өтіп, бұйымды оң қаратамыз. Бір үтіктеп аламыз. Енді жан тігістерін қосайық. Ол үшін негізгі матаны негізгі матамен, астарлы матаны астарлы матамен қосып, түйреп тігіп шығамыз. Екінші жан тігісін астарлы матадан қосатын жерінен 10 см жерді тікпей қалдырамыз. Ол бізге оң қаратуға қажет болады. Енді астыңғы бөлікті толықтай түйреп тігіп шығамыз. Жаңағы тікпей қалдырған жерден киімді оң қаратамыз. Бір үтіктеп аламыз. Мына жерді енді түйреп, шетіне 1 мм жеткізбей тігіп аламыз. Лекаладан түйме ілмек орындарын анықтап сызып аламыз. Түйменің диаметріне 5 мм қосып, 3 ілмекті петля етіп тігеміз. Ілмек петля тігу толық видеосын описание бөліміне және видеоның жоғары жағына қалдырамын. Сол жерден қарап, видеодағыдай тігіп шығамыз. Түймелерді қолмен тігіп, бір үтіктеп аламыз. Осымен жилеткамыз дайын. Осындай жилеткаларды тігіп, прокатқа беріп табыстапсаңыз болады. Дайын лекаланы сатып алу үшін описание бөлімдегі сілтемеден өтіп маған жазыңыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Пайдалы ақпараттарға толы тігін блогын жоғалтып алмас үшін каналға бірден жазылып алыңыз. Сіздермен болған Гүлхан.